әлемдік ғылымның ғасырлар бойы қалыптасып қалған қасаң қысыр көзқарасын бұзып, алдағы дәуірдегі ғылым үшін негіз салған тұлға болу, талайына жазылған Серікбол Қондыбай шығармалары ұлттық рухани байлығымыздың бірі. Серікбол ілімін жеткізетін үлкен бір шоғыр, қош келдіңіздер. Серікбол Қондыбаев өз жерін қорғаған кезіндегі батырлардан ешқандай айырмашылығы жоқ, олар сонымен тең деген мағынада айтқысы келген. Сол Абат батырдың зерттелуі. Аттил Бач, ол Эцилдің даласы, Эцилдің бұлағы деген мағыналар белгілі. Жалпы көкөмет ғимараты бұл тастарды әкеліп қалағанның өзі ерлік деп санаған. Гипербология дегеніміз негізгі оның тұлғасын әсірелеп көрсету, яғни 4 сөзбен әсірелеу. Бұл әлемде ештеңеден қорықпайтын, ештеңесін қызғанбайтын, ештеңеге өкпелемейтін адам бар ма екен сірә? Абат батыр деген сен бе? Сен дегенсің. Сен батыр дейді ғой, көрсет Абат. Жақын барып, үңіліп қараса, ол семсер екенін байқайды. Бұл адам баласы өмір сүруге болмайтын, өте алыстағы мекеннің жиынтық образының атауы. Талдау кезіндегі, сұраққа жауап беру кезіндегі өздеріңді ұстауларың, еркін сөйлеулерің маған осындай сенім ұялатады. Барлығы да ұнады, әсіресе көрініс сайыстары өте жақсы қойылған. Мұнайлы ауданы 7-ші орта мектебінің Алтын Орда тобы марапатталады. Мұнайлы ауданы нөмірі 6-ші орта мектеп Алтын тобы марапатталады. Мұнайлы ауданы нөмірі 11-ші орта мектеп Нөмір 3-ші орта мектеп Абат батыр Серікбол ғалам ғылыми мәдениеттанымдық эстафетасының 1-ші орын иегерлері Мұнайлы ауданы 3-ші орта мектеп Абат батыр командасы.